Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Assalamu alaikum rahmatullahi ve barakatuh. Qadırменді ағайын. Тәжвид сабағымызды сіздермен одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз сәкта тақырыбы. Сәкта дегеніміз жалпы не? Сәкта дегеніміз аятты оқу барысында демалуды сәл-пәл үзе тұрып, аз ғана кідіріс жасауды білдіреді. Яғни бір сөзбен айтқан кезде тоқтауды білдіреді. Шамамен 1 секундтық кідіріс. Және де мына мәселені ескеріңіздер, аятқа тоқтаған кезде, осы сәктаның тұсына тоқтаған кезде, сол аятты оқыған кезде демалмайсыздар. Және де демалмастан келесі аяттың келесі қалған бөлігін оқып кетесіздер. Оны қазір практикалық тұрғыдан мен көрсетемін. Жалпы сәкта бұл Құранда 4 жерде кездеседі. 4 қана жерде. Кахф сүресінің алғашқы аятында, соңында алғашқы аятының, Ясин сүресінің 52-ші аятында, Қиямет сүресінің 27-ші аятында, және де Мутаффифин сүресінің 14-ші аятында кезігеді. Енді сәкта белгісі аяттың соңында қойылады, соңында мынадай син әрпі қойылады. Аяттың осы 4 жерде мінекей, мына жерлерде осы син белгісі қойылады. Сол жерден сіздер оның сәкта екенін білесіздер. Енді біз сәктаны қалай оқимыз? Соған тоқталайық. Енді мына жерде мына Кахф сүресіне қатысты бір айта кететін мәселе. Мына Кахф сүресінде мінекей сәкта мына аяттың соңында келіп тұр. Мінекей жаңа айттық қой, син белгісімен келеді деп. Аяттың соңында келіп тұр. Келесі аятқа сіз өтуіңіз керек. Мына келесі аяттың соңында келгендіктен сіз мына сәкта белгісін оқыған кезде кідіріс жасап, демалмай кідіріс жасамай қойсаңыз болады. Неге? Өйткені сіз мына аятты оқып келе жатқан кезде мына аяттың соңында өзі автомат түрде тоқтайсыз. Яғни сүннет тоқтау амалы болғандықтан, сіз бұл жерде бәрібір тоқтағандықтан, оны сәкта жасамай қойсаңыз болады. Енді сәктаны практикалық тұрғыдан қалай жасаймыз? Соған тоқталып өтейік. Енді Кахф сүресінде айттық, сәктаны жасамай қойсаңыз болады, сәкта жасалмайды ол жерде деп. Енді Ясин сүресінің 52-ші аяты. Мына мінекей Ясин сүресі 52-ші аятында мінекей мына жерде сәкта келіп тұр. Көрдіңіздер ғой? Мына жерде син белгісі тұр. Енді сіз оқыған кезде қалай оқисыз? Мысалға, аузу биллахи минеш шайтанир раджим, бисмиллахир-рахманир-рахим. Қалу я вайлана ман ба'асана мин марқадина. Деп демалмайсыз. Яғни мин марқадинаны оқыған кезде демалмайсыз да, сол демалмай бір сәт үзіліс жасайсыз, одан кейін келесі аятты бірден демалмай оқып кетесіз. Мысалға, мин марқадина Хаза ма ва'адар рахману ва садақал мурсалун деп оқып кетесіз. Мына жерде мінекей Қиямет сүресінің 27-ші аятында мінекей сәкта келіп тұр. Көрдіңіз ғой? Ва қила ман рaq деп, мән дегеннен кейін демалмайсыз 1 секунд, сосын бірден жалғастырып кетесіз. Мән, сосын деп демалмайсыз. Мән рaq, сол демалмай тұрған күй жалғастырып кетесіз. Ва қила ман рaq, міне сәктаның белгісі тұр, син болып. Көрдіңіздер ғой? Ва қила ман рaq. Одан кейін Мутаффифин сүресінің мінекей 14-ші аятында калла бәл рана деп келесіге демалмай бірден өтіп кетесіз. Мына жерде бәлден кейін сәл кідіріс жасайсыз, сәкта бар өйткені, міне көрдіңіз ғой? Калла бәл рана аля қулубихим ма кану яксибун деп ары қарай жалғастырып кете бересіз. Жалпы енді бұл сәкта түсінікті деп ойлаймын. Тек мінекей мына сәкталарды байқадыңыз ба? Мінекей сөз аяттың ортасында келіп тұр барлығы. Мына жерде де мінекей аяттың ортасында келіп тұр. Ал Кахф сүресінде аяттың соңында келгендіктен сәкта жасамай қойсаңыз болады. Өйткені сіз аяттың соңында бәрібір тоқтайсыз. Сол себепті Алхамдулиллахи анзала аля абдихил китаба ва лам яджал лаху иважа деп тоқтайсыз да, демалып qayyiman liyunzira ba'san shadida деп келесі аятқа өте берсеңіз болады. Бұл жалпы сәкта түсінікті деп ойлаймын. Сәкта тақырыбы түсінікті болды деп ойлаймын. Енді сіздермен келесі тақырыпқа өтеміз. Бұл тилауат сәждесі. Тилауат сәждесі дегеніміз не? Құран оқып отырған кісі, яғни сіз Құран оқып отырған кезде белгілі бір сәжделер бар, сәжде аяттар бар. Яғни белгілі бір аяттар бар, сол аяттардың тұсына келген кезде ол жерде сәжде ету сізге міндет болады, яғни уәжіп болады. Бұл аяттарға сәжде аяты деп аталады.
Міне осы сәжде аяттарын оқығанда немесе естігенде жасалатын сәждені тилауат сәждесі дейміз. Яғни мысалға бір интернетте немесе бір мешітке келген кезде осы сәжде аятын оқып жатса, бір адам сіз естідіңіз, немесе өзіңіз оқып жатсыз, сол кезде осы сәжде аятының тұсына келген кезде сіз бірден не істейсіз? Сәжде жасайсыз. Құранда 14 жерде кездеседі бұл сәжде аяттарымен. Қай аяттарда кездесетін жазылып қойған. Енді сәжде аяты Құран Кәрімде мынандай белгімен белгіленіп тұрады. Бұны тауып оп-оңай. Сәжде аятының белгісі мынау. Мысалға, Аузу биллахи минаш-шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инналлазина инда раббика ла ястакбируна ан ибадатихи ва юсаббихунаху ва лаху ясджудун дейді. Осы аятқа келген кезде, мысалы сіз осы аятты оқыдыңыз немесе естідіңіз, сол кезде тұрасыз, орныңыздан тұрасыз дағы сәжде жасайсыз. Және немесе намазда оқыған кезде, мысалы осы аятты орныңызда тұрып сәжде жасайсыз. Енді намазда тұрған кезде, немесе намаздан тыс уақытта сәжде қалай жасалады, қазір соған тоқталамыз. Жалпы 14 жерде кездеседі бұл сәжде аяты. Құранда мінекей мына аяттарда кездеседі. Яғни осы аяттарды оқып келе жатқан кезде мынандай белгі көрдіңіз ба аяттың соңында? Болды, сіз демек бұл сәжде аяты сәжде жасайсыз деген сөз. Осыны бір ескеріп алсаңыздар болады. Енді ары қарай түсіндірмесіне тоқталайық. Тилауат сәждесіне байланысты ережелер. Сәжде аятын оқыған немесе естіген адамға тилауат сәждесін жасау уәжіп. Яғни сіз оқыдыңыз, өзіңіз немесе оқып жатқан адамның тарапынан естідіңіз, сізге тилауат сәждесін жасау уәжіп болады. Сәжде аятының толығын оқу мен тек сәждеге байланысты бөлімді оқу арасында ешқандай айырмашылық жоқ. Сәжде аятының тәржімасын оқыған адам да сәжде жасау керек. Бірінші мынаны түсіндіріп өтейік. Сәжде аятының тәржімасын, яғни сәжде аятына қатысы, сіз мысалға бір Құранның аудармасын оқып отырдыңыз. Сол аудармасын оқыған кезде осы сәжде аятының аудармасын оқысаңыз да сіз сәжде жасайсыз. Одан кейін сәжде аятының толығын оқу немесе барлығын оқуда айырмашылық жоқ. Мысалға, сәжде аяты ғой мына жерде. Сіз мысалға бұның мына жерге дейін жартысын оқыдыңыз ба, немесе бұны толық оқыдыңыз ба, айырмашылық жоқ. Сәжде жасауға міндеттісіз. Түсінікті, иә? Енді мына жерде кеттік. Бір жерде бірнеше сәжде аяты оқылса, әрбір аятқа бөлек-бөлек сәжде жасалады. Енді мысалға, мына жерде біз айттық, иә? 14 жерде бар деп. Енді сіз Құран оқып отқан кезде осы мысалы 14-тің 14 аятқа қатысты сәжде аяты бар дедік қой. Сіз мысалы 6-ын оқыдыңыз делік. Яғни бөлек-бөлек оқыдыңыз. Әр қайсысына бөлек-бөлек сәжде аятын жасайсыз. Ал егер бір сәжде аяты бірнеше рет қайталанып оқылатын оқылар болса, бір ғана сәжде жасау жеткілікті. Енді мысалға, мына сәжде аятын сіз жаттап отырсыз, жаттағыңыз келіп жатыр. Бірнеше мәрте оқысаңыз, бір ғана сәжде аятын, онда бір сәжде жасау жеткілікті. Яғни бір сәжде аятын бірнеше мәрте оқысаңыз да бір сәжде жеткілікті. Ал егер қайталап өтейін, ал егер бірнеше сәжде аятын оқысаңыз, онда әрқайсысына жеке-жеке сәжде жасайсыз. Түсінікті деп ойлаймын, иә? Егер сәжде аяты намазда оқылып, сәжде аятынан кейін 3 аят оқып барып рүкүға баратын болса, бөлек тилауат сәждесі жасалмайды. Намаздың сәждесі мен тилауат сәждесі орындалған болады. Ал егер сәжде аятынан кейін 3 аяттан көп оқылатын болса, сәжде аятының артынша тилауат сәждесі жасалып, кейін қайта тұрып оқуды жалғастырады. Енді оны практикалық тұрғыдан түсіндірейін. Мысалға, мына аятты сіз оқыдыңыз делік. Намазда тұрсыз, мына аятты оқыдыңыз. Мына жақтан бастап оқып келе жатсыз, бір кезде мына аятты оқыдыңыз. Енді осы аяттан кейін сіз келесі сүреге өтіп, осы сүреден тағы бір 3 аят оқитын болсаңыз, одан кейін барып сәждеге баратын болсаңыз, намазда онда тилауат сәждесі жасалмайды. Яғни намаздағы сәждеңіз бен тилауат сәждесінің орнын толтырған боласыз. Енді егер сіз мына жерге келіп, бірінші мысалға намазыңызда мына сәжде аятын оқыдыңыз. Осы сәжде аятын оқығаннан кейін сіздің ниетіңізде, мысалға тағы да 2-3 бет оқу ниетіңізде болса, онда сіз бірден сол жерде тұрып сәждеге барасыздағы, тилауат сәждесін жасап алып, одан кейін барып ары қарай Құран оқуды жалғастырасыз. Енді намазда қалай оқылады, оған мінекей қазір практикалық тұрғыдан тоқталамыз. Енді ары қарай кеттік. Мінекей тилауат сәждесінің орындалуына тоқталамыз.
Тилауат сәждесі жасалған жағдайда намазда қолды көтерместен, мысалы сіз намаз оқып тұрсыз, намазда тилауат сәждесіне келдіңіз, мінекей, тилауат сәждесіне келдіңіз, енді ары қарай тағы да бірнеше сүре оқығыңыз келіп тұр. Енді ол жерде демек сіз не істейсіз? Тилауат сәждесін жасайсыз. Ол қалай жасалады? Тилауат сәждесі аятына мінекей келдіңіз, мынаны оқыдыңыз. Енді бірден не істейсіз? Намазда қолды көтерместен, яғни Аллаху акбар деп айтпастан, құлағыңызға апармастан, қолды жай ғана Аллаху акбар дейсіз да, бірден сәждеге жығыласыз. Намазда тұрсыз, бірақ бірден сәждеге жығыласыз. Сәждеде 3 рет Субхана раббиял а'ла деген дұғаны оқисыз да, кейін қайтадан тұрасыз, сосын ары қарай оқуды жалғастыра бересіз. Түсінікті деп ойлаймын, Ал енді намаздың сыртында жасалатын болса, бұл тилауат сәждесі, мысалға мешітте отырсыз, немесе Құран оқып отырсыз, намаздың сыртында. Құран оқып отырсыз, немесе бір жерде отырсыз, Құран тыңдап отырсыз. Бір уақытта тилауат сәждесі жасалу керек болған аят келіп қалды. Бірден орныңыздан тұрасыз, Құраныңызды қоясыз, немесе тыңдап отқан жеріңізден тұрасыз дағы, Аллаху акбар деп құлақ қағасыз, бірден сәждеге жығыласыз. Өйткені сіз намаздың тысындасыз ғой. Бірден сәждеге құлақ қағасыз, Аллаху акбар деп бірден сәждеге жығыласыз. Сәждеде жатып 3 рет Субхана раббиял а'ла, Субхана раббиял а'ла, Субхана раббиял а'ла деп айтасыз. Айтып болғаннан кейін Аллаху акбар деп тұрасыз. Тұрып жатқан кезде Сами'ана ва атa'на гуфранака раббана ва илейкал масир деп оқисыз, осы дұғаны оқисыз. Яғни мағынасы естідік, бойсындық, Алла тағала сен кешірімдісің, саған қайтамыз деген дұға. Осылайша тилауат сәждесі орындалған болып есептеледі. Мінекей бүгінгі өтетін тақырыбымыз қадірменді ағайын осы тилауат сәждесі мен сәктаға байланысты тақырып. Енді бұл өте оңай тақырып деп ойлаймын. Бұлар көп кездесе бермейді. Сәкта өзі Құранда 4 жерде келеді, ал тилауат сәждесі 14 жерде ғана келеді. Енді осы тилауат сәждесіне қатысты белгіні мінекей көріп алдыңыздар, мынандай белгі екен. Сәктаға қатысты белгіні көріп алдыңыздар, мынандай белгі екен. Енді практикалық тұрғыдан келген кезде бұл көп қайталанбағандықтан қатты бір қиындық тудырмайды. Иншалла Алла тағала жеңілдік берсін, ілімдеріңізді арттырсын. Үйде бірнеше рет осы мына тексттерді оқып қайталап алыңыздар. Мүмкіндік болса Құраннан мына сүрелерді, аяттарды қарау арқылы тилауат сәжделеріне қатысты белгіні тауып алсаңыздар болады. Және де сәктаға қатысты белгілерді де көзбен көріп тауып алсаңыздар болады. Алла тағала ілімдеріңізді арттырсын. Ва ахиру дауана анил хамдулиллахи раббил аламин.